Мгм. Сәлеметсіздер ма? Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Осы Zoom алаңына келгендеріңізге өте қуаныштымын. Иә, бүгінгі сіздердің алдарыңызда шығып отырған аты жөнім Шынашева Ляззат. Осы Travolum компаниясының серіктесімін. Өте көптен іздеп келген компаниям. Иә, Travolum жөнінде қазір Zoom алаңында сіздерге таныстыра кетемін. Осы компания жөнінде қандай керемет компания екен, өздеріңіз іздеп жүрген компания шығар бір жағынан. Сұрақтарыңыз болса, Zoom осы Travolum жайында презентацияны бітіргеннен кейін сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Иә, өте қуаныштымын. Енді бастаймын. Travolum компаниясы дегеніміз бұл саяхатқа инвестиция салу, бұл өзіңізге ақша салу деген сөз. Енді керемет өмір, керемет жолды талап етеді дейді. Сол сияқты ары қарай, қазір бір минут, ары қарай міне көріп тұрғандай біз көптеген осы Travolum арқылы, компания арқылы көптеген серіктестермен кездестік. Әрбір қалада Қазақстан бойынша, Қазақстанның қаласы бойынша осы Ақтөбеде, Шымкентте үлкен іс-шаралар болды. Сол іс-шаралардың арқасында Америкадан келген өзіміздің қонақтарымызбен Лондоннан, Испания, басқа елдерден келген қонақтармен, серіктестермен танысып, өйстіп саяхаттағанбыз. Ол енді бәріміздің бүкіл әлемді басын қосатын компания деп те айтуға болады. Travolum бұл саяхатта емес тек қана, ары қарай да достықтың бірге болуға әкелетін өте керемет компания. Сол айтқандай, саяхат әлеуметтік желілерде ең көп тараған компаниялар. Иә, саяхат жөнінде көп адам саяхаттағанды ұнатады. Көбісі ойлайды қымбат деп. Соның алда уақытта сіздерге айта кетемін, қандай жолдар бар екен, өте керемет мүмкіндіктермен, керемет өзіңіздің қалтаңызға сай саяхаттауға болатын айта кетемін. Енді осы компанияны құрған адамдар жөнінде айтып кетейін. Дэвид Харт пен Аделла Харт, екі ерлі зайыптар, өте керемет кісілер. Бұл кісілердің миссиясы өте қарапайым, осы көпті қол жеткізе алмай жүрген халыққа көзін жеткізіп, үлкен деген саяхаттарға мүмкіндік беру. Иә, бұл компанияны құрылуы 2013 жылы ақш-та наурыз айында дүниеге келді. Иә, содан бері жұмыс жасап келе жатыр. Енді айта кетейін, осы өзінің негізгі офисі Темекула, Калифорния қаласында, ақш-та. Екіншісі Европаға шығу үшін Мадрид, Испания қаласында ашылған. Енді қуантарлық жаңалық, өзіміз Қазақстанның халық болғаннан кейін Алматыдан да ашылды. Қазақстанның Алматы қаласында. Иә, өзі келіп, ресми түрде келіп, өзінің атына осы компанияны ашты. Басқа адамның атына ашпай. Ол өте сенімділікті білдіретін үлкен жай деп айтам өзім. Себебі осы компанияның өзі келіп ашқанға мен өте қуанышты болдым. Сол айтқандай, бұл тұтынушыларға өте мамандандырылған компания. 7 континенттегі 60-тан астам елден, одан да көп болып жатыр қазір, елде мүмкіндіктері бар. Соңғы 2 жылда миллиондаған сатылымдар тұрақты өсуде. Енді 24 жылы 20 мыңнан астам жаңа клиенттер қосылды. Иә, өте көрсеткіштер өте көбейіп жатыр жылдан жылға. Өзіміз айтқандай, сіз Егов порталына, сайтына кірсеңіз, бизнес Қазақстанда ресми түрде 24 жылы мамыр айында тіркелді. 20 мамыр айында. Соны қарап көрсеңіз болады. Өзі ақш-та үлкен списктердің тізімінде тіркелген. Осы жақын арада, осы жылы 25 жылы Қазақстанда аудиторлық тексерістен өтті.
өте керемет жаңалықпен шықтық. Таза жұмыс жасайды, халыққа деген өте керемет мүмкіндіктер беретін компания болып шықты. Иә, сол айтқандай Травориум деген компания, ол саяхат сайт, поисковик деп айтады ғой. Травориум деген ол, сол арқылы сіз көптеген елдің қандай қонақ үйлер бар екен, соның бәрін қарап іздеп көруіңізге болады. Өзіңіз көріп тұрғандай Amazon, Google, Facebook деген олар сайттар, поисковиктер да, көптеген Alibaba деген сияқты. Енді соның арасындағы Priceline групп пен Expedia деген групп, үлкен саяхатқа арналған екі сайт бар. Солардың арасында өзіңіз білетіндей, біз енді салыстырмалы түрде өзіміз Травориумды Incruises, Booking деген компаниялармен серіктеспіз. Былай айтқанда, серіктес дегенде солармен конкурент дейді ғой, былай айтқанда. Солармен бірге сондай қызмет көзін көрсетеміз. Туристік индустрия дегеніміз әлемдегі ең үлкен индустрия, жылдық табыс шамамен 9 триллион доллардан құрайды. Әлемде ең ірі 10 интернет қой, мен сізге айтып кеткен жаңағы сайт, үлкен компаниялар, оның екеуі турист компаниялар, бұл жаңа Expedia мен Priceline, да. Expedia деген, ол деген Америкада, ақш-тың елінде көп қолданады. Priceline Group деген, бұл біздің компаниялардың ішінде орналасқан, Booking дегендей. Иә, сол айтқандай, біздің платформада қандай қызмет көздерін таба аласыз. Курорттар, қонақ үйлер, круиздар, жалдамалы тұрақтар, да, парктер, турлар, көптеген жаңағы іс-шараларды билеттерінде тиімді бағамен алуға мүмкіндік береді. Өзіңіз айтқандай, өзі сұрақтарыңыз көп болған шығар, уже Травориум дегеніміз не, артықшылықтары қандай деп. Компаниядағы туристік серіктестік, ода жылына 2 рет демалыс алуға мүмкіндік береді. Саяхат ұпайларын ала аласыз. Мысалға, броньдаған кезде қонақ үйді, демалатын еліңізді таңдаған кезде, сол жерде жинақталған, өзіңіздің жинақталған ұпайларыңызбен, мен басында айтып кеттім ғой сізге, инвестиция салу, ол өзіңізге инвестиция жасау деген. Сол сияқты ұпайларыңыз жинақталған кезде, солармен сіз пайдалана отырып, одан да ұпайлар алуыңызға мүмкіндік бар бұл жерде. Иә, бұл жерде туристік сайттарымыз бар біздің, соған 60%-ды, даже одан да үлкен 70-80%-ға дейін үнемдеуіңізге, шығындардың 3%-ын қайтарыммен, айтқандай, адалдық ұпайларын қайтарым ала аласыз. Бизнес мүмкіндіктер де бар бізде. Біздің компанияда өте керемет, жан-жақты, сізге тек қана саяхатты ұсынбайды, сол саяхатты тегін барып келуге де сондай жолдарын сіздерге ұсынады. Ол бизнес мүмкіндік деп айтылады. Әлемнің кез келген жерінен тәулік бойы ақша табуға, пассивтік табысты көзін көрсете алады. Иә, енді қандай сайттарымыз бар біздің? Саяхат сайты деген бар, жаңа сайт, көне сайты бар. Енді екеуінің айырмашылығы бар, артықшылықтары да бар. Туристік агенттердің тарифтерімен жақсы. Бұл жерде 60%-ға дейін үнемдейсіз. 2 миллионнан, даже одан да көп, 2 миллионнан астам даже қонақ үйлер мен демалыс орындарды таба аласыз. Иә, круиздер дегендей. Мында енді өзіміз жақсы көретін Дубай, Турция дейміз ғой енді. Дубайда өте керемет қонақ үйі бар. Palette Royal Reflections Hotel and Spa деген. Сода енді біз енді Bookingпен салыстырғанда, бұл жерде енді январдың 20-сынан 25-іне дейін 5 күннің ішінде 2 адамға үлкен кровать дейді, үлкен төсек орын, ішінде жаңағы бүкіл керек құралдарымыз бар. Сол біздің компания арқылы общий сумма $410 барып келуге демалуға. Ал Booking арқылы сайты бойынша сіздер ізденіп көрсеңіздер де, тексеріп көрсеңіздер де болады, $2732 ұсынып жатыр Bookingтер.
Сол айтқандай Рексис Президенс Астана, өзіміздің енді Астанамызда да керемет қонақ үйлер бар. Сол қонақ үйлерге осы 25 жылдың 24 жылдың 25-нен желтоқсанның 30-на дейін тоже 5 күннің аралығында $469 демалып қайтқан көп біздің серіктестер. Енді букинг арқылы санаған кезде $1466, да. Бұл жерде екі үлкен төсек орынмен, сосын балалармен даже қыдырып баруға болады. Бұл жерде өте тиімді траволинг компаниясында екі үлкен кісі болса, екі кішкентай балаларыңызды ертіп бірге қыдырып демалып қайтуға болады. Иә, осы жерде айтып кеткендей. Соның әрбір ненің қонақ үйдің өзінің инструкциялары болады. Соны зерттеп оқып, сосын не істейсіз. Бұл жерде енді өзіңіз сұрайтын шығарсыз, жаңағы перелеті бар да, сол жердің елдің салығы бар. Ұшып барып келудің несі өзіңіз қалтаңыздан төлейсіз. Бұл жерде тек траволинг компаниясы өте тиімді қонақ үйлерде, керемет курорттық жерлерде демалыс орындарын береді. Өте тиімді бағамен. Сол сияқты біз жерде енді Мальдивада, ояқта да керемет қонақ үй, Бангалау деген Гарден Рэй, қалай айтсам, өзеннің қасында, керемет 1517, ішіне таңғы ас кіреді, бүкіл жаңағы керек принадлежностьтер кіреді, сол айтқандай кондиционері бар дегендей. Енді букингпен салыстырғанда букингтің бағасы одан да өте жоғары, екі есе $3457 ұсынып жатыр. Иә, бұл жерде енді керемет айтқандай таңғы асы бар. Егер де бара алмаған жағдайда бұл жерде ақша ұстап қалмайды. Сол енді ары қарай да жаңа туристік сайт бар дедім ғой, жаңа көнені айтып кеттім. Енді жаңа туристік сайтта веб-сайттар, бөлмелер кеңейтілген, апта болып баруыңызға болады. Үйлер, базар алаңы және өмір салты өте керемет қызмет көздерін кіргізген бұл жерге. Бұл жерде аптасына мысалға айтып кеткенде Испанияға керемет апартаментімен Тенегуа деген 298, екі адамға $298 барып келуге болады. Бұл жерде сайт дегеніміз біздің көне жаңа сайтпен сіз өзіңіздің ақшаңызбен балға айналдырып, соны барып келуіңізге болады. Мысалға горячий тур деген сияқты, мысалға қазір мен барып келуім керекпін деген жағдайда сіз ақшаңызды құйып, осындай керемет апартаменттермен, керемет қонақ үйлерде демалып келуіңізге мүмкіндік бар. Енді өзіңіз көріп тұрғандай бұл жерде Матабелла Вилла Хотель деген Сибуда керемет, екі адамға $157 деген керемет бағамен ұсынып отыр. И то же самое Дубайда да $403 айтып кеткендей. Енді керемет курорттық жерлер деп отырмыз ғой. Керемет үйлер бар. Бали, Барбадо, Таиланд, Испания, Барселона деген елдерде керемет өзеннің жағасында осындай қонақ үйлерде орналасып демалуға мүмкіндік бар. Өте керемет. Енді базар алаңы деген өте керемет қызмет көзі бар. Бұл жерде мысалға мына жерде қонақ үй, Мексиканың қонақ үйі да $150 деп тұрса, сіз ол жерде келіспей ол бағасына өзіңіздің ұсынысыңызды берсеңіз, мысалы $100-ға мен барып келер едім деген сияқты. И сол жерде саудаласуға да мүмкіндік бар. Сол кезде олар келіскен жағдайда, мысалы сіздердің $100-ыңызға келсе, сіз сол мезетте сатып алуыңыз керек. Сондай өздерінің шарттары. Сол айтып кеткендей, осындай базар алаңында бар. Қызық осындай керемет апартаменттерде тоқталам десеңіз, осындай мүмкіндіктер бар тағы да.
Иә, енді екінші сайтымыз анау жаңағы бірінші сайт болды. Екінші сайтымыз дүниежүзілік турлар арман платформа деп айтады. Әлем сені күтуде, қайда барғың келеді деген сияқты. Бұл жерде керемет елдерге саяхаттауға болады. Бұл жерде жиналған сізге жаңа айтып кеткендей алдындағыда басында айтып кеттім ғой сізге. Ұпайларыңыз болса жиналған бір жылдың көлемінде жарты жылда ұпайларыңыз жинаған жағдайда сіз керемет Малагаға, Испанияда $40 төлеп, жиналған ұпайыңызды төлеп, 1670 ұпайыңызды төлеп, керемет 5 жұлдызды неге 4 жұлдызды қонақ үйлерге тоқталып, көптеген жаңағы көріністері әдемі өзен жағаласында, теңіздің жағасында да тоқталып осындай көріністермен демалып қайтуыңызға мүмкіндік бар. Пхукет Таиландта 5-11 мамырлар айында 4 жұлдызды 6 түн 7 күн дегенде ішінде таңғы ас қосылған $99 төлейсіз сондағы үстіне, өзіңіздің қалған жиналған ұпайыңызды төлей отырып 1760. Ары қарай Венеция деген ең керемет ертегі қала дейді ғой, соған да барғым келіп жүр. Бұйыртса сол жол түседі деп ойлаймын келесі жылы. Италияда 16-20 сәуірде ішіне жаңағы таңғы асы кірген стекольный завод дейді, соған Мурана деген қаласында барып саяхаттауға да болады, көріністі көріп келуге. Сондай керемет өзінің жаңағы ақ шараптарынан да ауыз тиюге болады. Үстінен тек қана $299 төлеп, жиналған ұпайыңызды төлеп 1780. Мысалы, ол өзіңіздің қалтаңызға өте ауыртпалық түсірмейді деп ойлаймын. Себебі оның бәрін санап келгенде өте тиімді демалып қайтуға мүмкіндік бар. Бали, Индонезияда 5 жұлдызды курорттық жерге қандай көрініс қараңызшы суреттегі. 5 түн 6 күн ішіне таңғы ас кірілген $299 төлеп 1752 ұпайыңызбен қосып, оны артынан айта жатармын, ол не деген мағына білдіретін. Прагада мысалы $1 біздің сайтта вообще керемет сондай ұсыныс береді. $1 осындай керемет көрініспен қонақ үйде орналасып демалып қайтуға. 4 жұлдызды қонақ үй, таңғы ас, керемет көрініспен орналасып барып демалып қайтуға болады. Сол Дубайды да $1 де қыдырып барып келуге мүмкіндік бар бұл жерде. Айтып кеткендей, енді өзіміз Қазақстан жерінде де керемет қонақ үйлеріміз бар ғой. Алматы қаласында да Алатау курорттық жер, былай айтқанда өзі пятизвездочный 5 жұлдызды оздоровительный курорт деп айтылады. Ол өте керемет жері орналасқан Ну орманның ортасында деп айтуға болады. Таңғы асымен $199 екі адам, екі баласымен бір аптаға демалып қайтуға мүмкіндік бар. Ташкент өзіміздің көршімізді, Ташкент, Өзбекстан жаққа да мүмкіндік бар. Өте 5 жұлдызды, тоже отличное расположение дегенде $200 барып келуге мүмкіндік бар. Бұл жерде ұпайларды қолдануға. Бізде екі сайт бар. Екеуінде жиналған ұпайларыңызбен қыдырып келуге, демалыс орындарына осындай брондап демалысқа барып келуге мүмкіндік бар. Gateways деген бұл уже жаңағы үшінші сайтымыз біздің, арман платформасы деп айтылады. Ұпайларыңызды пайдалана отырып, алға 2000-нан астам курорттарға демалыс ашылады біздің осы сайтта. Айтып кеткендей, мысалға бізде енді қазақпыз ғой, өзіміздің жаңағы туыстарымыз өте көп. Өзіміздің ата-анамыз бар, жолдасымның да ата-анасы бар дегенде, балаларымыз бар дегенде, көп балалы анамын да, бір жағынан 4 балам бар дегенде. Сол бәріміздің басымыз қосып, осындай үлкен Gateways деген сайтпен керемет үлкен вилла дейді, үлкен қонақ үйді жалдап орналасып қыдырып барып келуге болады осындай неге апартаменттермен. Мысалға 15-22
аралығында 25 жылы мартта осындай нелерге барып келуге болады. 26 доллармен төлей отырып неде букингте 1205 доллар. Сол аралықта екі адам, одан да көп адамға орналастыруға болады. Бала шағаңызбен барып келуге, таңғы асы бар дегендей, көптеген нәрселері кіріліп тұрады осы гетуэйстің несіне. Бұл Греция, Медина Виладж деген курорттық место, былай айтқанда. Ары қарай Австрия деген бар, студия Юнайт 15 февральдан 22 февраль. Енді мына жерде қарамаңыздар, өте ескі нелерді көрсеткіш деп. Алда уақытта егерде қолдарыңыз бос болса, келесі сабағымызда, келесі зумда деген сабақта зумда сіздерге сайттың өзін көрсетіп, сұрақтарыңыздың бәріне жауап ала аласыздар. Соған шақырамын сіздерді. Егерде сондай сұраныс болса, әрине. Бізде енді букингте мысалға 1394 доллар сұрап тұр, біздің Travorim арқылы 274 доллар, 75 деп айтуға болады. 73%-бен даже демалып қайтуға мүмкіндік бар. Студиясымен қандай көрініспен да, мысалы қараңызшы, өте керемет. Египетте де осындай керемет мүмкіндіктер бар. 44 доллармен, даже 0 доллармен ұпайды төлей отырып, бұл жерде ұпайларымыз бар жиналған 1450 дегендей. Букинг арқылы 1200 доллар төлеп барар едіңіз. Қаншама үнемді, мысалға тегін барып келуге болады деген мағына келтіргім келеді. Сол айтқандай, бұл жаңа Getaways деп айттым да, ол сайт. Енді 4-ші сайтымыз біздің Travorim компаниясы өте керемет ұсыныс жасап жатыр. Өзінің серіктес болған қонақтарына да, серіктестеріне де. Trip Insightive деген сайты бар. Сізге 4-7 түнге тегін тұруды қамтамасыз етеді. Сізге сыйлық ретінде тіркелген үшін, осы Travorim компаниясын таңдаған үшін сізге 39 елден қонақ үйлерді 2 адамға осындай демалыс береді. Сыйлық, ынталандыру сыйлығы деп айтылады. Travorim компаниясына қандай керемет да, қараңызшы. Европаға 4 күн, 4 түн демалып қайтуға болады, ал Азия елдеріне ол жерге 7 күн, 7 түн деген сияқты көптеген елдерге барып демалып қайтуға мүмкіндік береді. Греция, Индия, Австрия деген сияқты да, өзіңіз Америка деген бар, Испания дегендей, сол көптеген елдерді таңдап, өзіңіз саяхаттап келуіңізге мүмкіндік бар. Енді өзіңіз айтқандай, егерде біздің Travorim компаниясының жабық клубына тіркелетін болсаңыз, сіздер шақырған адамдарыңызға да сұрақ қойсаңыз да болады. Серіктес болғыңыз келсе, таңдаған болсаңыз, бұл жерде 3 пакетіміз бар. Серебро, титан, платинум. Негізінде бізде бұл жерде ең көп таралған платинум пакетін ұсынамыз. Себебі бұл жерде көптеген мүмкіндіктер беріледі. 80-90%-ға дейін қонақ үйлерді жалдауға болады, брондауға. Сосын көптеген турларға, круиздерге шығып, сосын Getaways деген отдыққа тоже 80%-бен, ал егерде Титанмен орналасатын болсаңыз, кіретін болсаңыз, бұл жерде 50% ғана сізге жеңілдік береді. Ал Сереброға тек тіркеліп, мен сіздерге бірінші сайтты айтып кеттім ғой, Travel сайт деген, соны қолдана отырып, тек қана соны ғана қолдануға мүмкіндік береді. Бұл жерде енді жеңілдіктер де бар, ондай көп емес. Бұл жерде енді платинум пакетін айтқым келеді. 370 доллармен тіркеле отырып, бұл жерде 270 деп тұр ғой, туристік балл. 135 доллар сіз ай сайын жинайсыз. 135 доллар сіз салған сайын, ай сайын жинаған сайын, сізге компания сол ақша құйып жинаған үшін сізге ынталандыру 135 доллар үстінен қосып береді.
сонда 100 долларыңыз жаңа 370 дедіңіз ғой. Сол 135 неге кетсе өзіңіздің кабинетіңізге. Қалғаны жаңағы сайтты қызмет көзін көрсеткен үшін 100 долларын соған қызмет көзіне алып қалады. Ары қарай сіз ай сайын 135 доллар жинай отырып, сізге компания кабинетіңізге 270 ұпай салып отырады. Ондай керемет мүмкіндік береді. Бұндай мүмкіндік еш жерде жоқ деп ойлаймын. Өте керемет. Енді клуб мүшесі болу үшін болған жағдайда жылына 2 рет тегін саяхаттауға болады деп айтып кеткен басында. Солай емес пе? Сол айтқандай, сізге компания өзіңіз үшін ай сайын 135 төлейсіз. Сіз ай сайын жинаған жағдайда 6 айда 1620 ұпай. Мен алдында айтып кеткендей да, бір Прага деген елге баратын болсаңыз, 1450 ұпайды төлей отырып, тегін барып келуге болады. Үстінен тек 1 доллар төлеп деп айтқан едім да. Мировой турмен жаңағы Gateways деген сайтты қолдана отырып. Енді бұл жерде қалай тегін барып келуге болады? Соның жолын айтып кетейін. 3 адамды шақыра отырып, осындай Travorим деген компаниясы бар деп таныстырып, енді біз деген осындай компания тіркелгеннен кейін біз үндемей тұра алмаймыз ғой. Бәріміз бөлісеміз, жақсы жаңалықпен да, осындай сайт бар екен, осындай керемет мүмкіндік бар екен деп. Сол кісілерді шақыра отырып, ол кісілерді өзіңіздің астыңызға тіркеген жағдайда сізге компания таныстырған үшін 3 адам тіркегеннен кейін компания өзі төлей бастайды. Күніне 4 доллар 45 долларға дейін. 3 адам тіркегеннен кейін. Бұндай мүмкіндіктен кейін сізге компания өзі төлеп береді. 135 долларыңызды ай сайынғы сіздің орныңызға өзі салып береді. Сол айтқандай, біздің қандай ерекшелігіміз бар? Booking пен Travorimнің да. Travorimде үлкен қызмет көздері бар. Айтып кеткендей да. Бізде компания жарнамаға вообще төлемейді. Кешірім сұраймын. Төлемейді. Осындай қонақтарды шақыра отырып, өзіңізге мүмкіндік береді тегін саяхаттауға. Booking үлкен жарнамаға үлкен деген төлем жасайды. Сол ерекшеліктеріміз. Енді Travorimнің енді қандай жоспары бар деп отырсыз ғой, өтемақы жоспарлары да, қандай жолдары бар тегін саяхаттауға. Енді бұл жерде Platinum деген директор, ол 3 адамды тіркегеннен кейін уже Platinum директорын несін статусын аласың. Әрбір клиент шақырдыңыз ғой, жаңағы астыңызға 3 қонағыңызды тіркеген кезде, біздің компания 50 доллардан төлейді. Каждый адамға, каждый шақырған қонағыңызға 50 долларды. Сосын командаңызда енді олар да отырмайды, олар да тегін саяхаттағысы келеді. Солардың адамдарынан да сізге компания 5 доллардан төлеп отырады. Өте керемет, да? Сізге айтқандай жаңағы, сіз 3 адам тіркегеннен кейін 4-те 45 доллар күнделікті сізге төлеп отырып, бір айға енді 30 күнге көбейтсеңіз, 135 доллар шыға келеді сол ақшаңыз. Енді ары қарай да тоқтамай, әлде де ақша тапқым келеді деп ары қарай да таныстыра кете берсеңіз, командаңызда оң жағыңыздан, сол жағыңыздан 8 адам жиналған болса, сіз уже бір стар директор болып саналасыз, статусыңыз көтеріледі уже. Бұл жерде каждый 4-ші адамды, мысалға өзіңіз шақырған, 65 доллардан компания төлеп отырады. Ал сіздің жаңағы шақырған қонақтарыңыздың қонақтары қосылған жағдайда сізге 10 доллар мен 15 доллардың аралығында командаңыздан төлеп отырады. Сол 31 күннің ішінде тағы да бір 3 адамды қосқан жағдайда 100 доллар төлеп береді. Ол кәдімгідей керемет мүмкіндік. 100 доллар. Осыған қосса, сізге жаңа 4 доллар 45 доллар төлеп отырды ғой. Соның орнына 10 доллар төлеп отырады. Енді бір стар директор болғаннан кейін. Айына сонда 300 доллар болып жиналады. Өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Бұл қарапайым халыққа өте керемет, өте мақы деп айтуға да болады.
Екінші, стар директор болу үшін сіздің командаңызға 5-ші адам шақырасыз. Өзіңіз жеке шақырған адамыңыз болып саналады. Оған компания кәдімгідей әр шақырған адамыңызға $75 төлейді. Екі стар директор болыңыз. Ол үшін оң жағыңызда, сол жағыңызда 26 адам, 25 адам, 25 адам жиналған болса, командаңызбен бірге бәрін қосқан жағдайда сізге компания күнделікті $25 төлеп отырады. $10 орнына $25. Сонда сізге айына $750 уже жиналады. Былай айтқанда айлық деп айтуға болады. Керемет айлық, иә. Осы адамға осындай керемет мүмкіндік бар екен, траворимді таныстыра отырып, осы компанияға шақырған сайын, тіркеген сайын сізге компания өзінің жаңағы сізге несін төлеп отырады. Айлығын төлеп отырады, былай айтқанда. Сізге енді 31 күннің ішінде тағы да 5-ші адамнан көп жеке адам шақыратын болсаңыз, $80 төлеп, и бір айына уже $750 сізге сондай айлық төлеп отырады. И айтып кетейін дегенім, осы екі стар директорде сақина береді, принтированный, ішіне аты жөніңізді жазып береді, бриллиант тастарымен. Өте керемет, иә. Траворим деген, міне көріп отырғандай экранда сондай керемет брендированный уже сізге үлкен сыйлық беріледі, былай айтқанда. 3 стар директор болған жағдайда, оң жағыңызда, сол жағыңызда 63 адам командаңызбен бірге қосқан кезде жиналған болса, адамдар 3 стар директор болып саналасыз. Ол кезде уже 7-ші адамыңызды шақырған жағдайда компания сізге $85 төлейді, жеке шақырған үшін. Одан қонақтарыңыздың қонақтары қосылған жағдайда $10-35 аралығында. Бұл жерде енді 3-ші стар директор болған жағдайда Lifestyle деген тағы бір керемет өтемақы қосылады. Айлығыңызға, былай айтқанда, $300 қосылады. Ол кезде шарты 2 адам тағы да қосымша шақырсаңыз, иә, единовременно дейді, бір мезетте $300 төлеп береді сізге. Бұл жерде уже күнделікті өтемақысы $70 болады, и айына жиналатын айлығыңыз 2100 болып есептесеңіз, 2100 болып жиналады. Өте керемет мүмкіндік бұл жерде. Енді ары қарай 4 стар директор болғыңыз келеді, иә, тоқтамай ары қарай да табыс көзіне жетем, үлкен табыстарға қол жеткізем десеңіз, әрбір бүкіл әлемде команда жинайтын болсаңыз, 125 адам, сол жағыңызда, оң жағыңызда 125 адам, өзіңіз 9-ші адамды шақыратын болсаңыз, қатысушы да, сондағы осы Траворим компаниясында сізге айтады, 10 адам шақырсаңыз, сіз осындай үлкен табыс көзіне, үлкен статусқа жетуге мүмкіндік бар деп айтады сізге. Сіз өз командаңызға 9 адам шақыра отырып, сол командаңызды ары қарай да дамытып, ары қарай да осындай мен сияқты Zoom алаңында сабақ беретін болсаңыз, өз командаңызды ары қарай көркейтетін болсаңыз, компания сізге өз атынан тағы да қосымша табыс көзіне айлығын төлеп береді. Lifestyle бұл жерде уже $400 болады. Жеке шақырған тағы да 2 адам қосып шақыратын болсаңыз. Сосын сіздің шақырған адамдарыңыздан айтып отыр ғой, енді 9-ші адам шақырсаңыз $95 төлейді. Сіздің командаңызда $45 қосымша төлеп отырады, сіздің командаңызға қосылған адамдарды. Айтып кеткендей. Сосын 4 стар директордан кейін амбассадор деген статус бар. Үлкен статус. Осы статусқа арманымыз жетсе екен деп, осындай үлкен керемет мақсат қойып қойдық. Бұл жерде енді оң жағыңызда, сол жағыңызда 188 адам бүкіл командаңызбен қосқанда жиналған жағдайда сізге амбассадор деген статусын береді. Бұл жерде 10-шы қатысушыңызды тіркейтін болсаңыз, компания $105 төлейді сол адамды тіркеген үшін. Командаңыздан $55 дейін төлеп береді. Lifestyle деген бонус бар ғой, мен сізге айтып кеткендей, өзіңіз жеке тағы да 2 адам шақыратын болсаңыз, $500 төлеп береді. И компания жалпы табысынан
бонустар төлеп, жылына өзі бүкіл жаңағы демалысыңызға өзі төлеп береді. Еще өзінің жаңа траворин компаниясының бір акциясын бөледі сізге. Команда жұмыс істеген үшін тағы да бонус береді, айтып кеткендей. И күнделікті $140 күнделікті төлеп отырып, сізге айына $14,000 дейін табыс көзіне жетуге мүмкіндік береді. Бұл жерде керемет бонустар өте көп. Миллионер, долларовый миллионер болуға мүмкіндік бар бұл жерде. Сол сияқты сізге тоқтамай осы біздің жабық клубымызға, траворин компаниясына тіркеліңіз деп айтқым келеді. Мүмкіндіктер өте көп, мүмкін түсінбей жатқан шығарсыз қазір. Көптеген сұрақтарыңыз көп шығар. Қайта тыңдай бергеннен кейін сұрақтарыңызды қоя берсеңіз, көптеген жетістіктерге жете аласыз. Айтып кеткендей, сізге жаңа барлық пакетіміз статустарды айтып кеттім, да? Платинум пакетінен бастап, ол директор боласыз, 1 жұлдызды, 2 жұлдызды, 3 жұлдызды, 4 жұлдызды, амбассадор. Сонымен тоқтамай ары қарай да шексіз жаңағы айтып кеткендей статустар өте көп. Соны ары қарай да дамыта беруіңізге мүмкіндік бар бұл компанияда жүріп. Жыл сайынғы демалыс айтып кеткендей, да, бонустар беріледі. Амбассадордың бір акциясын береді. Луи Виттон деген сыйлығы бар айтпақшы. Біздің айтып кеткен Аделла Харт ерлі-зайыптар дедім ғой. Соның жұбайы Луи Виттонның өзі керемет сыйлығын сыйлайды. Амбассадорлар болған статусқа жеткен адамдарға өзінің жаңағы амбассадор 3 звезды деген кәдімгі бриллиантовый сағаттарын төлейді, береді.